Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз 10-шы дәрісті өтеміз. Бақшадағы су қоймалары, тарихи экскурсия, құрылғының түрлері мен ерекшеліктері. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: бақшалардағы су қоймалары, тарихи шолу, су қоймаларының түрлері мен құрылымы, су қоймаларының құрылымы және күтімі, артықшылықтары мен кемшіліктері. Бақшадағы су қоймалары, тарихи экскурсия және құрылым түрлері. Бақшадағы су қоймалары ландшафт дизайны маңызды элементі болып табылады. Олар табиғаттың әсемдігін арттырып, жайлылық пен тыныштық сезім береді. Бұл презентацияда су қоймаларының тарихи даму жолына, олардың түрлі құрылғылары мен ерекшеліктеріне назар аударамыз. Су қоймалары туралы терең білім алу арқылы сіз өз бақшаңызға үйлесімді және функционалды су элементтерін қосу жолдарын түсінуге аласыз. Бұл презентация бақшадағы су қоймаларына арналған тарихи аспектілерден бастап қазіргі заманғы шешімдерге дейін қарастырамыз. Әрбір су қоймаларының ерекшеліктерін ашық көрсетеміз. Су қоймаларының тарихи дамуы ежелгі өркениетте, яғни Мысыр мен Месопотамияда су тасқындары мен ирригациялық жүйелер бақшаларда алғашқы су қоймаларын жасауға ықпал етеді. Орта ғасырлардағы бақшалар Еуропада монархтар мен аристократтар сәндік су қоймаларын салды. Олар көркем ландшафттың бөлігі болады. Қазіргі заманғы дизайн тарихының дамуы мен экологиялық таза материалдардың қолдануы су қоймаларын көп функционалды және экологиялық таза етеді. Су қоймасының негізгі құрылғылары: суға арналған насос. Насостар су қоймасындағы суды айналдыру және фильтрлеу үшін қолданылады. Бұл экосистеманың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Фильтр жүйелері суды тазалау арқылы өсімдіктер мен балықтар үшін қолайлы жағдай жасайды. Механикалық және биологиялық фильтрлер бар. Тарихи экскурсия бұл су қоймалардың тарихы тереңде. Ежелгі Мысыр бақтарында су қоймалары болған. Олар сәндік және функционалдық рөл атқарады. Орта ғасырлық Еуропада су қоймалары кеңінен қолданылған. Ежелгі Мысырда алғашқы су қоймалары пайдаланылған. Ал Рим империясында сәндік элементтер орта ғасырда кең таралған қолданыстар. Су қоймаларының түрлері мен ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, табиғи су қоймалары бұл табиғи ландшафтта үйлесімді органикалық формада жасалады және әдетте өсімдіктер мен жабайы жануарларды таратады. Рәсімдік су қоймалары геометриялық пішінді, әдетте таспен немесе бетонмен қапталған, бақшаның ресми стиліне сай келеді. Қой су қоймалары бұл балық өсіруге арналған арнайы су қоймалары. Әдемі балықтарға арналған, тереңдігі мен су сапасы ерекше бақыланады. Су қоймалары әртүрлі болуы мүмкін. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Формасы, материалы және өлшемі бойынша ерекшеленеді. Бақшаңыз үшін ең қолайлысын таңдаңыз. Жасанды, көп, үлкен және табиғи, бұрқақ, сәнді және көңілді, бассейн, шағын және стильді. Су қоймаларын құруда қолданатын материалдар: табиғи тастар, органикалық және эстетикалық тартымды, су қоймасына табиғи көрініс береді. ПВХ лайнерлер, су өткізбейтін материал, икемді және су сақтауға қолданылады. Бетон ұзақ мерзімді формалды су қоймалары үшін сенімді негіз болады. Ағаш және металл декоративті және су қоймасы жиелігінде немесе бөлшектерінде қолданылады. Су қоймасын орнату процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бұл алдымен орынды дұрыс таңдау керек. Содан соң шұңқыр қазып, гидроизоляцияны орнатамыз.
декоративті элементтерді орнату соңғы қадам. Яғни орын таңдау, жарық пен көлеңке, шұңқыр қазу, дұрыс тереңдікті сақтау, гидролизация, пленка немесе бетон төсеу, декор, өсімдіктер және тастармен әсемдеу. Су қоймаларының техникалық қамқорлық жасаудың маңыздылығы: суды тазарту, қоқыстар мен балдырларды үнемі тазалау, су сапасын жақсарту, жабдықтарды тексеру, насостар мен фильтрлердің дұрыс жұмысын қамтамасыз ету, судың деңгейін сақтау, тұрақты судың мөлшерін қамтамасыз ету маңызды. Өсімдіктерді күту, су қоймасындағы өсімдіктердің денсаулығын бақылау. Су қоймасындағы биологиялық әлемнің рөлі: балықтар мен судың тіршілік ететін жәндіктер су қоймасына экологиялық баланс пен әсемдік қосады. Өсімдіктер бұл су тазалауға көмектеседі және оттегін арттырады. Микроорганизмдер қоршаған ортаны тазалауда үлкен рөл атқарады. Қазіргі заманда су қоймаларын қолдану мүмкіндіктері: сәндік элемент, бақшаны эстетикалық тұрғыдан безендіру, экологиялық функция, жергілікті экосистеманы қолдау және оттегін өңдеу, релаксация мен тыныштық, су дыбыстары мен көріністері адамның стрессін азайтады. Өсімдіктер және балық шаруашылығы су қоймалары арқылы органикалық өнімдерді өсіру. Материалдарды таңдау: материалдар су қоймасының беріктігіне әсер етеді. Табиғи тастар әдемі көрінеді, бетон ұзақ мерзімді шешім, арнайы пленкалар су өткізбеуді қамтамасыз етеді. Тас, бетон, пленка. Өсімдіктер мен жануарлар: өсімдіктер су қоймасына жан береді. Су бала гүлі өте әдемі, балықтарды суды тазартады, олар су қоймасының экожүйесін жақсартады. Өсімдіктер су бала гүлі, қамыс, су жапырағы, жануарларға балықтар, бақалар, ұлуларды жатқызуға болады. Келесі: күтім және тазалау. Су қоймасы күтімді қажет етеді. Суды тазартып, балдырларды алып тастау керек, фильтрлерді судың тазалығын сақтау керек. Тұрақты күтім жасау қоймасының сұлулығын сақтайды. Яғни тазалық, фильтр, күтім бұл ең негізгі тәртіпті сақтауымыз қажет. Бақшаңызға су қоймасын жасаудың негізгі қадамы: бірінші, орын таңдау, күндізгі жарық пен ландшафтты сәйкес орналастыру қажет. Құрылғыны жоспарлау, су қоймасының формасы, көлемі және құрылғыларын таңдау, құрылғысы және жабдықтарды орнату, форманы жасау, лайнерлерді төсеу, насос пен фильтрлерді орнату, сумен толтыру және өсімдікті орналастыру, суды құю және экологиялық тепе-теңдік үшін өсімдіктер мен балықтарды қосу. Тұрақты күтім, жүйелі түрде техникалық қызмет көрсету және тазалықты сақтау. Су қоймасы бақшаңыздың көркін келтіреді. Ол табиғатпен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Дұрыс жоспарлау және күтім жасау арқылы сіз керемет нәтижеге жеткізесіз. Бақшаңызға шабыт әкелесіз. Сонымен қатар артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталып кетсек, су қоймаларының артықшылықтары: су қоймалары бақшаның эстетикалық көркін артады, өсімдіктер мен жануарлар үшін экологиялық орта қалыптастырады, су элементі бақшадағы тыныштық пен үйлесімділікті қамтамасыз етеді. Су қоймаларына қарапайым күтім қажет, бірақ ол көп уақытта қажет етпейді. Кемшіліктері: су қоймалары қымбат құрылыс материалдарын талап етеді. Қыста су қоймалары қатып қалуы мүмкін, сондықтан қыста күтім жасау қажет. Су қоймаларының экологиялық тепе-теңдігін сақтау кейде қиын болуы да мүмкін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен дәрісім аяқталды. Сау болыңыз.